Бала неге қайта-қайта ауыра береді? Әйел кісілерден келеді, бауыржан мырза, менің балам көп ауыршаң келеді, өте көп ауырады, менің баламда ЗПРР, ЗРР бар, немесе рас, немесе аутизм бар. Осы нәрсені подозрение қойып отыр. Не істесем болады деген сияқты сұрақтар өте көп келеді. Бірінші кезекте өздеріңізбен жұмыс жасайсыздар. 11-13 жасқа дейін бала ата-анасының айнасы. Мен қазір сіздерге мына жерде тек қана әдемі сөйлеп күшті болып көріну емес, барынша сіздерге доходчиво, сіздерге жететіндей, қарапайым, кейде дөрекі, ащы қылып айту, чтобы бетіңізге бір шапалақ болып тиетіндей. Өйткені онсыз болмаса біздің қазақтар ұлы сөздің ұяты жоқ, көтін көтеріп жұмыс істеуге әрекетсінбейді. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Саламатсыздар, құрметті ханымдар, әйелдер қауымы. Бүгінгі тақырып аналарға өте пайдалы болады деген ниеттемін. Алла қаласа, бала неге қайта-қайта ауыра береді? Маған осы сұрақ көп келген әйел кісілерден келеді, бауыржан мырза, менің балам көп ауыршаң келеді, өте көп ауырады, тұмаумен көп ауырады, ангинамен көп ауырады, немесе қазір ең көп келетін сұрақтар: менің баламда ЗПРР, ЗРР бар, немесе рас, немесе аутизм бар. Осы нәрсені подозрение қойып отыр. Не істесем болады деген сияқты сұрақтар өте көп келеді. Мына жерде қазір мен нақты айтып кетейінші, қай ауру немен байланыс, не екен, ЗРР дегеніміз задержка речевого развития. Бұл жерде баланың миында ешқандай ауытқу жоқ, тек қана тілінде болады. Бұл логопед маманға бару арқылы, мысалы р-ны айта алмау, сөйлей алмау, тілінен кеш шығу деген сияқты нәрселер байқалады, бірақ логопедпен ғана кетеді. 5-6 ай жұмыс істесеңіздер, иншалла өте жақсы болады. Ал егер ЗПРР болатын болса, задержка психо развитие речи. Бұл жерде психа бар, бұл жерде ми бар уже, қараңыздар. Психо дегеніміз негізі ми емес, жан ғой. Психо дегеніміз ол жан деп айталады. Енді қараңыздар. ЗПРР кезінде баланың түсінігі болмайды. Ол өзінің анасы кім екенін білмейді, әкесі кім екенін білмейді, ажырата алмайды, кім келіп жатыр, кім кетіп жатыр, қызық емес. Балада түсінік жоқ. Қорқу деген, страх деген инстинкт жоқ. Машинаның алдынан жүгіріп шықпау, иттен қорықпау, секіреп кете салу деген сияқты нәрсе болады. Және де мен осы жерде айтып кете салайыншы. Менің өзімнің әйелім екеуміздің перзентіміз, біз 1 жастан асқасын баламызда ЗПРР диагнозын байқадық, және де Алланың қалауымен осы психосоматика арқылы, психология арқылы, осы медицина арқылы баламыздың ЗПРР-нен Алланың қалауымен почти 99-100%-ға дейін арылды деп 100% сенімді деп айта аламын. Өйткені баламның осыдан 2 жыл алдыңғы видеоларын көрсетсең, 1-2 жыл алдыңғы видеоларын көрсек, біз кәдімгідей байқаймыз, және де әйелім екеуміз Аллаға мыңда бір шүкір дейміз. Ал енді рас дегеніміз не? Расстройство аутистического спектра дейді. Бұл аутизм емес әлі, бірақ аутизмде болатын диагноздар, симптомдар, синдромдар көріне бастайды. Ал аутизм дегеніміз болды. Бұл уже аутизм, соған байланысты. Енді қараңыздар. Бұл жерде қазір видео ұзағырақ болатын шығар, өйткені осы жайлы айтып кетеміз, жаңағыдай ЗРР, ЗПРР, рас, аутизм жайлы. Одан кейін балалар жалпы не үшін көп ауырады? Ангинамен, гриппен, жаңағыдай, білмеймін, ішек аурулармен 1 айдың ішінде көптеген ауыратын адамдар, балалар жайлы айтамыз, және де оның әкесінің, анасының қандай қатысы бар оған. Және де ата-анасының не істеуі керек жайлы айтамыз. Кеттік. Мен қазір бір керемет бір кейс жайлы айтып кетейінші. Маған Тараз қаласынан бір кісі, атын айтпай қоя салайын, дұрыс емес, бір кісі жазды, 3 перзенті бар. Және де 3 перзентінің ішіндегі тұңғышы өте көп ауырады. 1 айдың ішінде, мынау ОРВИ дейді ғой, грипп, тұмау, вирустармен 3-4 рет ауырады екен. Апта сайын ауырады, мысалы. Ауырады, жазылады, қайтадан ауырады. 3-4 рет ауырады 1 айдың ішінде. Ол кісі маған жазған болады тұғын, балам көп ауырады, не істесем болады? Мен айттым: бірінші, кітапты алып оқисыз, кітаптың ішіне техникалар жасайсыз, және де жеке терапиядан өтесіз. Алланың қалауымен ол кісі менің айтқанымның барлығын орындады, кітапты алды, кітаппен берілетін сыйлықтарды алды, курстарды, и жеке терапиядан өтті. Алланың қалауымен ол кісімен біз 5-6 ай жұмыс істегеннен кейін ол кісі маған жекеме жазған болатын тұғын, бірақ кейін көрдім өзінің WhatsApp статусында аналарымен бөлісіп жатқан. Енді ол кісі Instagram жүргізеді, блог жүргізеді, WhatsAppқа салады. Сол кезде айтады да: менің балам айына 3-4 рет ОРВИмен ауыратын еді, осы маманның мені белгілемеген да, мен случайно көріп қалдым ол кісінің статусын. Осы кісінің терапияларын өтіп, кітабын оқып, балам қазір Аллаға шүкір вообще ауырмай қойды. Соңғы 6 ай, 1 жылда вообще қашан ауырған есімде жоқ дейді. Себебі бұл кісінің бірінші жүктілік кезі өте ауыр өткен.
күйеумен тіл табыса алмау, енемен шығыса алмау, өзімен қарым қатынасы нашар, стресстер, ажырасу қаупі, сол уақытта балаға внутриутробный уақытта анасының құрсағы кезінде өте көп стресс алған. Маған жазады, менің бірінші балам көп ауырады, екінші балам көп ауырады, үшінші балам көп ауырады десе, мен айтамын, жүктілігі қалай өтті? Вроде жақсы өткен сияқты дейді. Ондай нәрсе болған жоқ. Мен айтамын, шынын айтыңызшы, күйеуіңізбен қарым қатынасыңыз қалай болды, енеңізбен қарым қатынасыңыз қалай болды, мүмкін ауырдыңыз. Бауыржан мырза, қаяқтан біліп қойдыңыз дейді. Мен сол кезде енеммен қатты конфликт болды, или күйеумен қатты конфликт болды, ажырасумен жүрдік, біз 2-3 ай бөлек тұрдық. Сол кезде даже баламды алдырып тастаймын дегенде, аборт жасаймын дегенде ойлар болды. Даже соған баруыма сәл ғана қалды. Соны қатты ойладым дейді. Сіз аборт жасатуды барып қайтып келгеніңіз бір бөлек, оны бір рет ойыңызға келудің өзі жатырдың тырысуына, стресске алып келеді да, ертең бала туылғаннан кейін көп ауырады. Неге? Өйткені ол анасына, ата-анасына, айналаға керек емес сияқты сезінеді. Кітаптың ішінде жазылған тастанды болу, қабылданбау травмасы. Осы травмаларды бала өмір бақи сезініп өтеді. И одан арылу үшін еще мына нәрсені байқаңыздар, ондай балалар анасынан бөлек жүргенді қаламайды. Постоянно анасының вниманиясына, махаббатына зәру, мұқтаж болып жүреді. Аяғына жапса береді, мама, оған постоянно жетіспейді. Мен махаббатымның бәрін осы балама берем. Бірақ бұған постоянно жетіспейді. Қалған балдарыма көп қарамаймын, бірақ оларда ондай нәрсе болмайды дейді. Бұл не? Міне. Екі жерде қалды, мида, жүректе. Сол үшін осы нәрсеге жақсылап мән беріңіздер. Ондай балдар көп ауырады. Даже сахарный диабеттің, қант диабетінің бірінші типі, инсулинге тәуелді түрі жасөспірімдер не үшін ауырады? Внимание жетіспегеннен, махаббат жетіспегеннен. Өйткені балалар, қыз болсын, бала болсын жынысы, 11-13 жасқа дейін мынау балиғат жасына жеткенге дейін бұл анасымен, әкесімен тығыз эмоционалды тұрғыда байланыста. Түсіндіре алдым ғой. Сондықтан да ол нәрсеге жақсылап мән беріңіздер. Екінші нәрсе, бұл анасының айнасы, бала анасының айнасы. Егер де балаңыз көп ауырса, значит біліңіз, сіздің ішкі күйіңіз дұрыс болмай жатыр. Дәл қазір күйеуіңізбен или енеңізбен конфликт бар, немесе өзіңізбен конфликт бар, немесе балаңыздың жүктілігі кезінде ажырасу, мүмкін алдырып тастау, аборт сияқты нәрселерді көп ойладыңыз, стресспен қатты ауырдыңыз, депрессия, апатия болды. Осы нәрсеге жақсылап мән беріңіз. Екінші нәрсе, баланың түнде қорқып оянуы нені білдіреді? Балаңыз түнде шошып ояна беретін болса, ол мына нәрсені білдіреді. Балаңыз қатты эмоционалдық шок алды. Немесе бір қатты стрессті ситуация болды. Папасы мен мамасының айқайлап ұрысқанын көрді, немесе әкесінің ұрғанын көрді мамасын, немесе ажырасу қаупін көрді, кетіп қалды, өзін қорғансыз сезінді. Осы кезде балалардың ұйқысы тыныш болмайды, түнде қатты ояна береді. Одан бөлек ең ауыр жағдайларда энурез сырқаты болады, түнде жіберіп қоя беру, кіші дәрет, шыжың дейді бұны қазақша. Немесе кекештік, заикание. Осы нәрсе болады, немесе тілінің кеш шығуы. Ал ең жаман жағдайда ЗПР, рас, аутизм қарай өтіп кетуі мүмкін. Бұл нәрсенің барлығы баланың психикасы енді дамып келеді қалмақта. Ол біздік сияқты 20-30-40-қа толған адамдар сияқты стрессті оңай өткізбейді. 2-3 жастағы баланың миы енді дамып келе жатыр. Кейбір бөлімдері вообще әлі дамымаған, әлі қатты дамымаған. Ол стрессті көтере алмайды. Түсіндіре алдым ба? Мен бұны сізге дәрігер ретінде де, психосоматолог ретінде, психолог ретінде де айтамын. Қазір ойлауларыңыз мүмкін, бұл кісі врач емес қой, невропатолог емес қой, қаяқтан біледі. Менің дәрігерлік білімім, дипломым бар, мен ол жайлы айта алуға 100% құқым бар деген өзім ойдамын. Түсіндіре алдым ба? Өйткені балалар пропедевтикасын, балалар ауруы жайлы медицинаның даже 5 жылдық бакалаврында да, интернатурасында да толық айтылады. Одан ары қарай уже резидентура неге қарай кетеді? УСК-ге қарай. Сол үшін де мән беріңіздер. Келесі нәрсе, баладағы агрессия қалай шығады? СДВГ мысалы. СДВГ мен синдром дефицита внимания и гиперактивности қай кезде болады? Мен постоянно айтамын. Балаңызда СДВГ болмау үшін не істеу керек? Бірінші, күн суық болсын, ыстық болсын, минимум балаңызды 1 сағат далада ойнатыңыз. Ол айқайласын, шыңғырсын, секірсін, жүгірсін, құлап та түссін, ойнасын, энергиясының бәрін шығарсын. Қыстың кезінде аналар, менің әйелімде бар, баланы қамап қояды. Жаурап қалады, ауырып қалады, тағы басқа. Мен баламды өзім минимум 1 сағат, минимум күн ыстық кеше, мысалы, Крещенскийде морозыда 15-20 градусда өлдім, 20-30 минут далада жүрдім. Ол уақытта не істейсіздер? Сыртқа шығып кеткенде есік, терезенің, балконның бәрін ашасыздар. Бөлменің іші желдету керек, проветриваться етілу керек. Сол уақытта бала ойнауы керек. Түсіндіре алдым ба? Баланы сен сақтап қойып, оны закалять етпей, ол күшті болып кетпейді.
ол ауыра беретін болып қалады. Оны мынау ұлы отан соғысы кезінде немістер бұл нәрсені, немістің ғалымдары қатты зерттеген. Бала шағасына бүкіл нәрсені стерильне беріп, тамақтарды тазалап берген уақытта балалардың иммунитеті күшті болудың орнына әлсірей берген. Сол кезде біздің жаңағыдай сыртқы әлеммен контакт болуымыз, инфекцияларды тануымыз біздің иммундық жүйемізге керек. Түсіндіре алдым ба? Осы нәрсеге жақсылап мән беріңіздер. Балаңыз гиперактивностьның барлығын, айқай шуының барын шығару керек. Жаңа түн болып қалды, ойбай, шулама, астындағы көршілерден ұят, қазір милиция шақырады, төбедегі көршілерден, мына жағында көршіден ұят. Оны нәрсе болмауы үшін 8-9-10-ға дейін балаңызды 1-2 сағат сыртқа шығарып ойнатыңыз. Ол ішіндегі эмоциясының бәрін шығару керек. Егер де ол эмоциясын қорқып шығарылмайтын болса, бітті. Энурез, заикание, кекештік, немесе тырнақты тістеу жиі. Осы нәрсеге алып келеді. Түсіндіре алдым ба? Эмоцияның бәрін тұншықтыру осыны сырқаттарға алып келеді. Ол нәрсеге жақсылап қараңыз. Одан кейінге ең соңғы блокқа келейік біз. Баланың аллергиясы ата-ананың эмоциясынан. Білесіздер ма? Бала аллергиямен ауыра беретін болса, демек әйел кісі бір нәрсені қабылдай алмай жатыр. Көбінше не болуы мүмкін? Абьюзер байын тітіркену, жек көру, қабылдай алмау болады. Немесе енесін, немесе жақын бір адамын. Аллергияның психосоматикалық себебі не? Бірінші, чувство раздражения. Белгілі бір адамды қабылдай алмау, аллергический ринит, гайморит, синусит аллергияның басқа түрлеріне алып келеді. Тітіркену, жек көру, қабылдай алмау, күйеу болуы мүмкін, енесі болуы мүмкін, любой адам. Екінші нәрсе, қарама-қайшылық іштегі, сол адаммен байланысты. Мысалы, күйеуін в одно время жақсы көреді, и жек көреді. Сүйгенім де сен, күйгенім де сен. Ол қай кезде болады? Күйеуі жоқ кезде, жаным әшейін қаяқта екен, сағынып кеттім дейді, келеді, бірақ жарты сағат, 1 сағаттан кейін, 2 сағаттан кейін бітті ғой, ит пен мысық болады. Аралдасады, ав жаңағыдай басталады. Құрып кет ары, шығып кет, жұмысыңа кет, ар жаққа кет. Бітті. Іштегі қарама-қайшылық. Үшіншісі, бұл адамның мақсаттарына, материалдық дүниемен байланысты, өзінің ұмтылып жатқан нәрсесіне байланысты қарама-қайшылық болады. Мысалы, мен бай болғым келеді, жаңа лисянг машинасын аламын, BMW алғым келеді, бірақ бай болу қауіпті, қорқынышты. Туған туыстар қарсы тұрайды. Мен қарыз бермесем, маған ренжіп қалады, менімен араласпай қояды, немесе бай болу қауіпті, үйіңе ұры түседі, немесе жаңағыдай өлтіріп кетуі мүмкін, пышақтап кетуі мүмкін деген сияқты қорқыныштар болған уақытта денең сигнал беріп бастайды. Мен постоянно айтамын, осыдан почти 1 жыл алдын үй алатын уақытта мен өмірімде болмаған 2-ші рет пе 3-ші рет аллергиям шықты. Ең бірінші аллергиям 7-ші классымда шыққан, екіншісі ұмытып қалдым, осы екіншісі или үшіншісі қатты ауырдым, супрастин жаңағыдай, скорый шақырып, даже одан кейін 1 апта мен не алуға ем алдым, поликлиникаға, стационарға емес, амбулаторияға барып. Капельницаларын сол уақытта қатты берген. Бұл психосоматикалық реакция берді, бірақ дәл сол уақытта психосоматикалық емге бірден кірісіп кете алмасаңыз, медициналық емді алу керек, чтобы анафилактикалық шок болмау үшін. Бұны медициналық білімі бар, орта білімі бар медбраттар, медиктер, медбикелер біледі, дәрігерлер біледі. Түсінікті ғой? Сол үшін де осы нәрсеге қараңыз. Балаңыз аллергия болып жатыр ма? Ішіңізде бір адамды қабылдай алмай жатсыз. Кім ол? Байыңыз, күйеуіңіз, енеңіз, қайынсіңліңіз, тұрмысқа шықпаған қайынсіңліңіз, немесе тұрмыстан қайтып келген қайынсіңліңіз. Мен постоянно айтамын ғой. Қазір сондай заман болды ғой, мысалы. Өзі күйеуімен қарым-қатынасы дұрыс жасай алмағанын ажырасып келген қайын әпкелер өзінің келініне інісін қайтып күтуді, қайтып тілін табуды үйретеді. Логика қайда? Жоқ, бұл жерде логика. Өзің сол үшін сыймай келіп отырсың. Енеңнің, күйеуіңнің, байыңның тілін таба алмағаннан кейін, бірақ келініңе келіп сол нәрсені үгіттеуге, үйретуге тырысасың. Бұл жерде этика дегенде, логика деген жоқ. Бір сөзбен айтқанда, постоянно айтатын нәрсем хрен собачья деймін. Бұндай сөздерді айтқаныма кешірім сұраймын, өйткені бірақ олай айтпасқа да болмайды. Өйткені сондай заман болып кетті ақырғы кезде. Ал бұлардан енді қалай арылу керек десеңіздер, бірінші кезекте өздеріңізбен жұмыс жасайсыздар. 11-13 жасқа дейін бала ата-анасының айнасы. Түсіндіре алдым ғой? Мен қазір сіздерге мына жерде тек қана әдемі сөйлеп, күшті болып көріну емес, барынша сіздерге доходчиво, сіздерге жететіндей, қарапайым, кейде дөрекі, ащы қылып айту, чтобы бетіңізге бір шапалақ болып тиетіндей. Өйткені онсыз болмаса біздің қазақтар көтеріле қоймайды. Жаңағыдай бір жерін көтеріп жұмыс істемейді, Ол сөздің ұяты жоқ, көтеріп жұмыс істеуге әрекетсінбейді. Ол біріншісі. Екіншісі, ішкі күйіңмен жұмыс істеу деген не ол? Бірінші, кітаптарды алып оқу,
мына ғана кітапты емес, бұл орысша кітап болса алып оқи беріңіз. Бұл қазақ тіліндегі алғашқы психосоматика кітап қой. Бұның басқа несін таппайсыздар. Ал сіздерге бір керемет жаңалық, осы кітаптың жақында тәнің тыңда екінші бөлімі шығайын деп жатыр иншалла. Сол уақытта уже қазақ тіліндегі психосоматикалық білімдер көбейе түседі. Екінші онлайн курстардан өту, үшінші жеке терапиялардан өту. Жаңағы видеоның басында айтқан тараздық кісінің оқиғасы жайлы. Түсінікті ма? Бұл негізі бұндай адамдар өте көп. Кітаптың ішінде Шымкенттің бір кісінің оқиғасы жайлы жазылған, баласы энорезбен, жаңағыдай паразиттермен, ішек құрттармен көп ауыратын болған. Ол жайлы да бар. Кейстер өте көп. Кітаптың ішінде жазылған, курстарда айтылған. Сол үшін ішкі күйлеріңізбен жұмыс жасаңыздар. Кітап алып оқу, курстар көру, жеке терапия. Ішіндегі ең қайсысы күшті десеңіздер, осы үшіншісі жеке терапиялармен жұмыс істеу. Немесе осы саланы өзіңіз үшін игеру, меңгеру психосоматиканы обучениені. Ол жағы да қарастырылған. Мына видео күшті пайдалы болды деген ниеттемін. Алла қаласа, видео пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Өздеріңізге алған инсайттарыңыз болса, жазыңыздар. Және де келесі видеоларда балалар ауруының қай сырқаты жайлы айтамыз. Осы жайлы айтыңызшы, Бауыржан мырза. Осы жайлы қазір көп керек, мысалға ЗПР, ЗР, рас жайлы көп айтқан жоқпыз. Соны жазып кетіңіздер. Және де WhatsApp группаларда, Instagramның стористарында, WhatsApp статустарда бөлісіңіздер. Өйткені білімді бөліссеңіздер, қаншама адамға пайдаларыңыз тиеді. Сіздермен болған мен, Абилханов Бауыржан, дәрігер, психолог, психосоматолог. Сау саламатта болыңыздар.